Ассаламу алейкум, тігінші ханымдар, каналыма қош келдіңіздер. Жаңа машинкасын сатып алған кезде дәл осындай зат машинкамен бірге келеді. Бұл не зат, бұны қалай қолданамыз? Дәл бүгінгі видеода сол туралы көрсететін боламын. Осы заттың көмегімен киімге ілгектерді оңай, әдемі етіп тігіп алуға болады. Ол үшін осы төртбұрышты затымызды машинкаға орналастырып алу қажетпіз. Астында осындай 3 тесігі бар, яғни сыртқа қарай шығып тұр. Соны машинкада арнайы мінекей тесіктері бар, сол жерге орналастырып алу керекпіз. Тесіктерді бірінің үстіне бірін орналастырып, қолымызбен басып, дұрыстап орналастырып аламыз. Содан кейін машинкамыздың настройкасын дұрыстап аламыз. Зигзаг тігіске қоямыз. Қалған бөліктері 3-те тұра берсе де болады. Енді ілгегімізді тігіп көрейік. Алдымен ілгегімізді лапканың астына қойып аламыз. Ілгектің тесігіне инеміздің дәлме-дәл түсуін жанындағы машинканың құлағын бұрау арқылы қадағалап дұрыстап аламыз. Осы жерде ілгектің тесігі мен ине бір-біріне сәйкес келмей тұр. Яғни инеміз ілгектің тесігіне дәл түспей тұр. Енді зигзаг тігісін бұрау арқылы мен өзіме керекті арақашықтығын тауып аламын. Осылай арақашықтығын тауып алғаннан кейін барып тігуге болады. Бірден тігіп кетсеңіз, инеңіздің сынып кетуі мүмкін. Мен өзіме керекті арақашықтықты таптым, енді тіге беруге болады. Осылай әдемі етіп ілгектерді тігуге болады және уақытыңызды үнемдейсіз. Егер видео пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта басқа да тігіннің қыр-сырларымен бөлісіп отырамын.